сабағымыздың тақырыбы атмосфера және оның құрамдас бөліктері, атмосфера құрылымы мен қабаттарының ерекшеліктері. Сіздердің меңгеретіндеріңіз атмосфераның құрамын сипаттау, атмосфераның құрылысы мен қабаттарының ерекшеліктерін графикалық түрде бейнелеп түсіндіру. Сабақтың бағалау критерийі атмосфера ұғымын түсіндіреді, атмосфераның құрылысын түсіндіреді және атмосфера құрамын сипаттайды. Суреттер мен графиктер арқылы атмосфера қабаттары мен олардың ерекшеліктерін атайды. Атмосфера құрылысын графикалық түрде бейнелеп түсіндіре алады. Балалар, атмосфера грек тілін аударғанда атмос бұл сфера шар деген мағынаны білдіреді. Яғни атмосфера дегеніміз жерді сыртынан қоршап тұрған ауа қабығы. Атмосфера ауа, химиялық қоспалар мен су буынан тұратын өте күрделі жүйе болып саналады. Атмосфераның газдық құрамы, су буы және әртүрлі қоспалар жер бетіне күн радиациясын өту деңгейін және жер маңы кеңістігіндегі жылуды ұстап тұруды анықтайды. Егерде бұл қоспалар атмосферада болмаса, жер бетінің орташа температурасы плюс 15 градус емес, минус 18 градус болар еді. Атмосфераның орташа қалыңдығы 150 километрді құрайды. Атмосфераның төменгі шекарасы жер беті болып табылады. Оның төменгі қабаты азот, оттегі және сирек кездесетін көміртегінен, сутегінен, аргоннан, гелийден және тағы басқа газдардан тұрады. Бұған сонымен қоса су буы да араласады. Өздеріңіз жақсы білесіздер, күндіз атмосфера аспан көк түсті болып келеді. Атмосфера түсінің көк болып келуі балалар газ молекулаларын жарық сәуле шашуына байланысты екен. Жоғарылаған сайын атмосфера бірте-бірте серей береді, қысым да төмендейді, сонымен қатар құрылысы да өзгереді екен. Енді балалар атмосфераның құрамына тоқталып өтейік. 18 ғасырда француз химигі, қазіргі химияның ғылымының негізін салушысы Антуан Лоран Лавуазье 1774 жылы ауаның құрамында оттегі және азот бар екен анықтаған екен. Мына диаграммадан өздеріңіз көріп отқандай, ең көп бөлігін атмосферадағы азот алып жатыр, 78%, 21% оттегі және басқа газдар бар жоғы 1%-ді құрайды екен. Дегенмен, бұл басқа газдардың да маңызы өте зор. Мысалы, су мен көмір қышқыл газды алайық. Олар жер бетіндегі өсімдіктердің фотосинтез процесін жүруіне жағдай жасайды. Атмосфераның құрылысы өте күрделі. Ол бірнеше қабаттардан тұрады. Ең төменгі жер бетіне таяу қабат ол тропосфера қабаты. Тропосфера қасиеттер мен құбылыстар жағынан алуан түрлі қабат болып саналады. Тропосфераның қалыңдығы полюстердің үстінде 8-9 километр, қонақжай-ендіктерде 10-12 километр және экваторда 16-18 километр биіктікке созылып жатыр. Тропосферада ауа температурасы қатты өзгереді. Жоғарылаған сайын температура шамамен әрбір шақырым сайын орташа есеппен алғанда 6 градусқа төмендейді. Тропосферада тропосфераның ауа райын ас үй деп те атайды. Өйткені осы қабатта ауа райы мен климат түзуші процестер жүріп жатады. Осы тропосфера қабатында бұлттар түзіледі, жауын-шашын жауады, жел және тағы басқа ауа райын қалыптастыратын жаңа құбылыстар өтіп жатады. Тропосфераның жоғары жағында 50-55 километр биіктікте стратосфера қабаты орналасқан. Стратосферада ауаның 20% бар. Тропосферада 80% бар болса, стратосферада 20% бар. Бірақ стратосферада тропосферадағындай су буы жоқ. Сол себептен бұл қабатта бұлттар және жауын-шашындар пайда болмайды. Стратосферадан кейінгі қабат ол мезосфера қабаты. Мезосфера қабаты шамамен 50-80 километр биіктікке созылып жатыр. Бұл жерде температура жылдам төмендеуіне байланысты турбуленттілік қатты байқалады. Және бұл жерде мұзды кристалдардың тұратын жаңа күміс түстес бұлттар пайда болады. Келесі қабат ол термосфера қабаты. Термосфера қабаты жоғары шекарасы шамамен 750 километрге созылып жатыр екен. Және бұл жердегі температура плюс 1000 градусты құрайды. Осы термосфера қабатында жерден жіберілген радиосигналдар шағылысады. Полюстерде күннің әсерінен әдемі поляр шұғыласы пайда болады. Және ең соңғы қабат ол экзосфера қабаты.
Экзосфера қабатының ең төменгі шегі жер бетінен шамамен 500 мың километр екен биіктікте өтеді. Бұл қабат балар әлі уақытқа дейін толық зерттелмеген. Бұл атмосфераның қабаттары және олардың ерекшеліктері. Енді балар, атмосфераның маңызына тоқталып өтейік. Өздеріңіз жақсы білесіздер, иә? Түрлі жер бетінде болып жатқан түрлі құбылыстар, өзгерістер, тіршілік барлығы ауамен байланысты. Сіздер қайда болсаңыздар да, теңізде болыңыздар, құрлықта болыңыздар, тіпті жер астына үңгірде болыңыздар, барлық жерде ауа кездеседі. Өздеріңіз жақсы білетіндей, адам тамақ ішпей 5 апта, сусыз 5 тәулік, ал ауасыз бар жоғы 1-2 минутқа ғана шыдайды екен. Сол себепті халықта ауадай қажет деген нақыл сөз бар. Ауа қабығы болмаса, жер бетінің температурасы айдағы сияқты күн мен түннің арасында өте үлкен мөлшерде ауытқып тұрар еді. Метеориттер үздіксіз жерді соққылап жатар еді. Атмосфера күн сәулесін шашыратып түсіреді. Сондықтан жер беті күндіз күн сәулесінен қатты қызбайды, түнде өте суымайды. Және метеориттер жерге жетпей-ақ атмосферада жанып өліп кетеді екен. Сонымен қатар, тағы бір айтып өтетін маңызды жер атмосфера. Ол құрамдас бөлігінің бірі озон қабығы. Озон қабаты өзіне ұстап қалатын күннің ультракүлгін сәулелерін жер бетіне тікелей өтіп кетуіне кедергі жасайды. Егер де ол өтіп кетсе, балалар, онда тереңдігі 10 метрден асатын суларда ғана тіршілік етуге болар еді. Өйткені 10 метр тереңдікте ультракүлгін сәулелерден кері әсері болмайды. Озон қабаты күннің зиянды ультракүлгін сәулелерін бойына сіңіріп, жердегі организмдердің өмір сүруіне жағдай жасайды. Енді сіздерге бір айтып өтетін қызықты дерек. Бағана айтқандай, адам 1-2 минут қана шыдай алады, жаңа ауасыз. Ал 2018 жылы 24 ақпанда 52 жастағы Хорват фридайвері Будимир Будасават тынысын 24 минут 11 секундқа тоқтатып, Гиннестің әлемдік рекордтар кітабына енген болатын. Енді балалар, келесі кезегіміз тапсырма. Бағана айтылғандай, әрбір 1000 метр биіктікке көтерілген сайын ауа температурасы 6 градусқа төмендейтін ескере отырып, географиялық есептер шығарып көрейік. Бірінші есеп, жер бетінде ауа температурасы плюс 20 градус болса, 3000 метр биіктіктегі температура қанша болады? Шығарып көріңіздерші. Жауабы, балалар, 6 көбейту 3000 бөлгенде 1000 тең 18 градус болады. Плюс 20 градустан минус 18 градус алғанда плюс 2 градус. Жауабы 3000 метр биіктегі температура плюс 2 градусты құрайды. Келесі екінші есебіміз, таудың етегіндегі температура плюс 22 градус болғанда, тау шыңында минус 2 градус болса, таудың биіктігі қанша болады? Бұл жердегі жауабымыз, балалар, плюс 22 градустан минус 2 градусты алғанда 24 болады. 24-ті 6-ға бөлгенде 4. 4-ті 1000-ға көбейтсек 4000 болады. Таудың биіктігі 4000 метр болады екен. Балалар, сіздер бүгін атмосфера тақырыбын өттіңіздер. Ендеше қорытындылай келе, бүгінгі сабағымыздың мақсаты жүзеге асты ма деген сұрақтарға жауап берсеңіздер. Және бүгінгі сабағымыз бойынша барлық сұрақтарға жауап бере аласыңдар ма? Атмосфера дегеніміз не? Атмосфераның құрамы қандай, құрылысы қандай, маңызы қандай? Осы сұрақтарға толық жауап бере алсаңыздар, мына ағаштың жоғары жағына орналасыңыздар. Егер де толық жауап бере алмай, кейбір сұрақтардан қиналсаңыздар, онда ағаштың ортаңғы жағына жайғасыңыздар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.